Армысыз қазақ елі. Бүгін біздің қонақта Аслан Байзаханов, дәрігер, Байтақ Жасылдар партиясының құрылтайға үміткері және өзі Алматының тумасы. Солай ғой? Иә, солай армысыздар. Осы сен жас болып тұрып, саясатқа кіріп отырсың. Осы қандай мақсатың бар? Саясатқа қандай себеппен кіріп отырсың? Иә, армысыздар, құрметті көрермендер. Сұрағыңызға рахмет. Енді жас дегенде 40-та қамал алатын жасқа жақындап қалдым. Студент кезімізден біз қоғамдық жұмысқа көп араластық. Ұстаз жақсының ұстанымы жақсы дейді. Біздің осы денсаулық сақтау саласындағы, ұйымдастыру саласындағы үлкен алпауыттардың қасында болып, сол кісілермен бірге жұмыстастық. Ол Айкан Аканович деген біздің вице-министр болды, үлкен ұстаздарымыз болды. Дюсекеев деген, Василий Николаевич, Девятка, Василий Николаевич, Мустафина Жанар Габиденна деген өте сондай алаш ордалықтардың қызы, сондай ортада сол кісілердің қасында жүріп, ақылын тыңдап өстік. Қоғамдық жұмысқа ерте араластық. Партиялық жұмысқа да ерте араластым. Осы студент кезімнен бастап араластық. Сондықтан енді жас болғанмен, осы студент кезімнен бастап сол қоғамдық жұмысқа араластық. Амбицияң бар де. Амбиция бар, иә. Бірақ енді мына денсаулық туралы айтсам, мен неге денсаулықты жақсы көремін де? Неге? Мен өзім 2011 жылдан бастап Академия здоровья KZ деген журнал шығардым. Ай сайын шығып жүрген журнал. Научно-популярный журнал деп. Мүмкін сен оны көрген шығарсың. Сонда мына Алматы қаласы болса, бүкіл облыстар сол әр жерде бір арнайы выпуск жасап шығаратынбыз. Сосын сөйтіп бүкіл облздравта мен таниды, ақсақалдар да таниды. Мен олардан 90 жылдары кітаптарыма шыға берген. Сол үшін дәрігерлерді құрметтеймін, сыйлаймын. Және өзінің апайларым да дәрігер мысалы. Бірақ енді айтшы, қазір мына халықтың денсаулығы жайында не айта аласың сен? Өйткені министрлер тыңдасан, олардың ақпараттары бір бөлек, халықты тыңдасан, әлеуметтік желіде оқысан, сын көп. Көп жыл болды, сын көп. Әсіресе ОСМС бар, тағы да басқа нәрсе бар. Рахмет сұрағыңызға. Шынында да бұл біз күнделікті көріп жүрміз, әлеуметтік желіде жиі талқыланатын мәселе, және билікте де, үлкен мінберлерде де осы көптеген сын айтылып жатыр денсаулық сақтау жүйесіне. Енді мен дәрігер ретінде айтатыным, көп әңгіме, алып қашпа әңгіме көп денсаулық сақтау жүйесінде негізі. Жылдан жылға мемлекет тарапынан қаражат көбірек бөлініп жатыр. Бұрындары бізге бір таңсық болған, бір алыс көрінген оталар қазір бізде облыс орталықтарында жасап жатыр. Қолжетімділік медициналық қызметке күннен күнге артып жатыр. Дегенмен адамның өмір салты өзгерді. Осы өмір салты өзгеруіне байланысты, адамның өзіне деген денсаулық мәдениетіне байланысты ауру жітім көбейді. Мысалы, мен бірнеше қарапайым мысал айтайын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы бар, сараптамасы. Сол сараптамасында айтады, қазіргі таңда бүкіл әлемде өлім жітімнің 15% дейді. Экология және экологияға байланысты қауіп қатерлерден дейді. Ал 2050 жылы дейді, ол 40%-ға жетеді дейді. Көріп отырсыз ба? Сондықтан экология мен денсаулық деген бұл бір егіз ұғым. Ол бір алысқа барып кері жоқ. Мысалы, қарапайым айтайық. Осы қазір бізді көріп отырған көрермендерге де мен сұрағым, мысалы, барлықтарыңыздың үйінде суда фильтр тұр ғой, мысалы. Неге тұр ол фильтр? Өйткені суға деген сенімсіздік, сапасына деген сын. Сондықтан осындай денсаулық сақтау маманы ретінде біз оны өте жақсы көреміз. Және осы 15 жылдай менде денсаулық сақтау жүйесіндемін, ұйымдастырушы ретінде. Күнде мен науқастармен тікелей өзім сөйлесем. Сонда осы соңғы уақытта байқайтыным, тыныс алу жүйесінің ағзаларының аурулар көбейіп жатыр. Онкологиялық аурулар, көптеген аутоиммундық аурулар, мысалы ЗПР, аутизм, бас, рас деген өте көп қазір. Өздеріңіз байқасаңыздар, бұрын ол дегенмен азырақ болатын. Мүмкін көңіл бөлмедік болған, қазіргі таңда ол көбейіп келе жатыр. Ол да бір жағынан диагностиканың да артуынан да деп айтады біреулер. Бізде диагностика көбейді, ерте сатысында біз анықтаймыз деп. Бірақ мысалы, тыныс алу ағзалары қазір аурулар өте көп бізде. Хобл дейді. Респираторлармен жүреді, өте көп кең тараған. Енді статистикамен шынайы жағдай енді екі түрлі деп айтуға келеді. Қара, мына айтайын деп едім, Қазақстанда 73% жастар. Демек, сен сияқты жастар, сенен кіші мына 30-25 жастағы
жас отбасы құрып отыр, кішкентай нәрестелер өмірге келеді. Сонда қарасан көбісі аллергия, сосын небір мысалы біз бала кезінде ауырмаған ауруларды олар ауырады. Не себеп? Сұрағыңыз өте жанды. Енді бұл былай қарап отырсаңыз, қазіргі таңда былай ойлап қарайықшы, не ішеміз, не жейміз, өмір салтымыз қандай, біз қандай ортада өмір сүріп жатырмыз, біз қандай ортада баламызды өсіріп жатырмыз. Егер соған үңіліп қарасақ, бүкіл сұрақтарыңызға жауап табылады. Мысалы, бала таңертең мектепке кетеді, ол жерде не ішіп жатыр, не жеп жатыр, біз өкінішке орай бейхабармыз. Ол мектептен шыққаннан, мектептің ішінде, ол мемлекетпен бекітілген өзінің арнайы мәзірі бар, бірақ мектептен тыс үйге жеткенше не ішіп жатқанымызды білмейміз. Күнделікті дүкен сөресіне өзіңіз барыңыздар. 1 метр жаңағы алтын сөре дейді, золотая полка дейді. Соны қарасаңыз, өңке жылтырақ, түрлі түсті біздің әртүрлі тағамдар, тәттілер тұр. Оны біреуін бүйтіп алып оқып қарайын десең, бәрі қытайша немесе басқа иероглифпен жазылған, оны түсінбейсің сапасын. Одан кейін қазіргі балалардың, мысалы, күнделікті, менде өзімнің 3 балам бар, күнделікті ойнап жүрген балалардың ойыншығын қараймын ғой. Қарасаңыз, жаңағы сквош дейді, әртүрлі жаңағы байтер дейді, батыр дейді, мыжып ойнайтын антистресс ойыншықтар. Оның сапасы, былай 1-2 рет ойнағаннан кейін оның жазуы кетіп қалып жатыр. Ол үзсең ішінен бір белгісіз сұйықтық шығады. Жақында әлеуметтік желіден шықты, бір кісі қолынан күйік алып отыр одан. Ол ертең кішкентай баланың аузына кетсе не болады? Ол қандай, сапасы қалай оның? Одан ешқандай сұрақ туындамайды өкінішке. Сонда мысалы сол ойыншықтар Қытайдан келеді ғой. Қытайдан келгенде кеден таможня дейді ғой. Сол жерде санэпидемстанция бар. Соның бәрін ешқандай бір бақылау жасамай ма? Өйткені оны аузына салады кішкентай бала. Тағыдан жетеді, не бір ойыншықтар бар. Көлік болсын, не болсын, кукла болсын, соның бәрі ойнайды ғой. Оны тексеру керек қой. Міндетті түрде. Ал базарда барсан, тұрып толған базар ойыншық. Оны біреу тексерді деп ойламаймын мен. Сіз дұрыс айтасыз. Негізі ол бізге кеденнен өткеннен кейін міндетті түрде оның өзімен ілеспелі құжаттары болу керек. Сапасын айқындайтын құжаттары болу керек. Біз мына 1 июнь күні, балаларды қорғау күні, маусым күні, біз бірнеше дүкендерді араладық өстіп. Көрейік осы жаңағы тәтті заттардың құжаттары бар ма екен, жалпы қалай екен сол жағдай деп. Бүйтіп өңіліп қарасақ, саудагерлер мүлдем бір документ жоқ, бір қағаз жоқ. Қайдан алдық десек, жаңағы базардан алған оптом алып келіп сөйтіп сатып отыр. Үлкен наценкісімен, дәл мектептің алдында агрессивті маркетингпен сөйтіп сатып отыр. Сонда бір 10 минуттың ішінде 7-8 бала келіп, жаңағы мектеп уақытында ғой, 7-8 бала келіп тәттілерді алып кетті. Мысалы, мен сұраймын, құжаты бар ма десем, жоқ, ешқандай құжат. Сондықтан бізде қазір Байтақ Жасылдар партиясында біз үлкен осы балалардың денсаулығына байланысты үлкен ұлттық бағдарлама ұсынсақ па деген ойымыз бар. Ол нені қамтиды? Ол баланың ойыншығы, баланың ішіп жеуі, оның ортасы, киген киімі, жеген тамағы, осылардың бәрін қамтитын, мультидисциплинар дейміз ғой, түрлі саланы қамтитын үлкен бағдарлама, ұлттық бағдарлама жасау. Және оны ары қарай бұл денсаулық деген денсаулық сақтау министрлігінің ғана шаруасы емес қой. Ол экологияға да бар, ол жаңа сауда министрлігі де бар, ол кеден, қауіпсіздік, бүкіл саланы қамту керек. Осы мәселені біз алдыда сондай жоспарымыз бар. Демек, сіздің айтуыңызша, Байтақ партиясы біздің болашақ ұрпаққа арналған партия. Солардың денсаулығын ойлайтын партия. Солай болып тұр. Әрине. Өйткені Байтақ партиясының негізгі ұрамдарының бірі таза су, таза жер, таза ауа. Былай қарап отырсаң, қоршаған орта ол. Мысалы, өзіңізде енді былай артқа қарап еске алсақ, бұрындары фильтр тұрмақ, ауылдарға барсақ, кәдімгі арықтан немесе ағып жатқан өзеннен, бұлақтан су іше береміз ғой. Мысалы. Ал қалаға келгенде ол жерде бізде фильтр болу керек, ол су мұздықтардан келіп жатқан су. Оның анау таудың жоғары жағында фильтрлар бар әртүрлі. Ол қалаға келгенде тағы да фильтрға ұшырайды. Сөйтіп үйге келгенге дейін, үйге келгенде тағы фильтр қоямыз. Тағы бір сұрақ. Сіз Самұрық қазына фармация жұмыс істедіңіз. Енді сол мекеме туралы небір сын айтылады. Миллиардтаған ақша мемлекет бөледі, қандай ақшамен келеді, онда бір мафия отыр деп тозы тағы бір сыбыстар бар. 100 теңге тұратын дәріні фирмалар 1,5 мың теңгеге сатады дегендей. Оны мейлі прокуратура бәрі тексерсін еттін. Сіз өз жұмысыңызда қалай айтсам екен, адал жұмыс істедіңіз бе? Қандай көмек жасадыңыз?
Сұрағыңызға рахмет. Өте қызық сұрақ. Мен СК Фармация дейді. СК Фармацияның жүйесінде жұмыс жасадым. СК Фармация деген бұл Қазақстандағы единый дистрибьютор дейді. Бірыңғай дистрибьютор. Ол бұрындары әртүрлі фармацевтикалық компаниядан тікелей медициналық мекеме тікелей сатып алатын оны. Демек, оның ішінде жаңағы оның тасымалдауының ақшасы тұр, басқасы бар, әртүрлі регионға әртүрлі бағамен жетеді. Одан кейін дәрі-дәрмекті регионның ішінде Қазақстанның түкпір-түкпірінен алып, жаңағы халықтың миграциясына байланысты оның бәрін регулировать ету, оның бәрін жүйелеу өте қиын болды. Сондықтан бірыңғай дистрибьютор құрылды. Бірыңғай дистрибьютор ол бүкіл аудандардың бәріне, бүкіл әрбір емханадан саған қандай дәрі керек деп жинап алады тізімді. Сөйтіп сол тізімді бәрінің қолдары қояды, согласовать етеді, сөйтіп соны сатып алады. Енді мен көрермендерде кейде айтып кетейін, көбісі алып қашпа әңгімеге сенеді, артынан жүреді. Мен іштегі қызметкер болған, мен соны айтып кетейін. СК Фармацияға қандай дәрі-дәрмек сатып алу керек екенін тізім министрлік бекітіп береді. СК Фармация ешқандай тізімді өзі құрамайды. Және дәрілер қандай бағадан артық сатып алынбау керек, бағаларын да бекітіп береді. Кешіріңіз, мен сізді бұзып жіберейін де сөзіңізді. Бірақ қан диабеті дейді ғой, қан диабетіне бар емір дәрілер бұрын алып жүрген, қазір оның орнына дженерик дейді, басқа келді. Сосын тағы да басқа жаман аурулар бар, неше түрлі қауіпті аурулар бар. Соның дәрілері жоқ. Мен бәрін айта алмаймын, және дәрілердің аттары сонда қиын да, бірақ естуім бар бұрыннан берді. Сонда мысалы бір топ қанша диабетиктерге соңғы 1 жыл болды ма, бермейтін болды. Өзі мысалы менің туысқандарым ауырып жүр сол диабетпен. Бұрын мемлекеттен алып жүрген дәріні алмайды. Не себеп? Неге сөйтіп ол? Біз әлеуметтік мемлекет деймізде, сонда халыққа не сапасы төмен, не тіпті оған көмек жасамаймыз. Тіпті ол аптекада да жоқ. Сұрағыңызға рахмет. Бізде Байтақ партиясының платформасында негізі осы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау жүйесін дәрілік қауіпсіздігі бұл да айтылады. Мен енді маман ретінде айтып кетейін. Ол жерде 2 мәселе бар. Бірінші, ол схема лечения дейді, емдеу схемасының өзгеруі. Немесе әртүрлі саланың өзінің эксперттері бар ғой. Соның тәуелсіз сарапшылары сондай өздері жиналып сөйтіп шешті. Мынау емес, мынаны қолдану керек, мынау тиімдірек деген сияқты, денсаулыққа осы пайдалысы көбірек деп. Ол бір мәселе. Екінші мәселе бар. Дәрі-дәрмек болмауы мүмкін, сатылымда болмауы мүмкін деген мәселе бар. Үшінші мәселе, біз көбінесе мынандай ұғым бар да, дженерикпен жаңағы оригинал, соның айырмашылығында бізде эксперттер айтады, екеуінде де бірдей сараптамадан өтеді бәрі дейді. Химия формуласы бір деп. Формуласы бір оның. Әсері бір дейді ол. Бірақ бағасы дженериктің оригиналдан бірнеше есе арзан болуы мүмкін. Сондықтан бізге енді әлеуметтік мемлекет ретінде бізге негізгі мақсатымыздың бірі, егер оның сапасы бірдей болса, неге біз қымбаттықты алуымыз керек деген мәселе болды. Химиялық формула бір болса да, сапасы бір емес. Бір емес. Енді біздің денсаулық сақтау жүйесінде НАЦЕЛС деген ұйым бар, Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медизеля деген. Ол сапасын бәрін сол мекеме, ол монопольный үлкен мекеме, сол мекеме қамтамасыз етеді. Бүкіл Қазақстандағы дәрі-дәрмектің айналымын сол мекеме арқылы өтеді. СК Фармацияның ол құзырындағы зат емес, оны сол НАЦЕЛС дейді, солар жүргізеді. Негізі сіздің сұрағыңыз өте жанды сұрақтар қойып отырсыз. Міне мен сізге бір қызық мәселені айтайын. Алдыңғы созывта, алдыңғы шақырылымда 98 депутаттың біреу ғана дәрігер екен. Күлтар Алданышына. Ол кісі аға буын. Ол кісі шырылдап, ана депутатқа бар, мына депутатқа бар, көптеген өзекті бүкіл аудандарды аралап сұрақтарын бәрін жинап апарады. Ол жақта дәрігер болмағаннан кейін, сарапшы болмағаннан кейін өте қиын. Түсінбейді олар. Түсінбейді. Олардың әркімнің өзінің тәжірибесі бар денсаулық сақтау жүйесімен. Енді өзіңіз ойлаңыз, 98 депутаты жалғыз. Бізде де Байтақ Жасылдар партиясында, енді мен жалғыз емеспін, тағы дәрігерлер бар, бірақ практикалық дәрігер, мен осы практикалық дәрігер. Сіздің тізіміңізде мына атақты әншілер бар ма? Аша Матай сияқты, Тамара Асар сияқты. Енді ондай бізде белгілі адамдар ғой олар. Белгілі адамдар. Енді бізде ондай шығармашылықтың немесе блогерлер, ондай атақты адамдар жоқ.
бізде партия жаңадан құрылғаннан кейін, партияның өзінің бағыты нақты болғаннан кейін, партия әртүрлі саяси ойындардың бір белсенді ойыншысы болмағаннан кейін, партия мемлекеттен қаржыландырылмағаннан кейін, өз қаражатымен өмір сүріп жатқаннан кейін, біз нақты жұмыс жасайтын, нақты саланың мамандарын жинадық. Қарап отырсаңыз, бізде 47 адам. Ал сараптауға бізге сол 47 адам болу үшін 500-дан астам адам келді бізге. Сол ішінен іріктеп 47 адам ғана қалдық. Енді бүкіл мегаполис Алматыдан біз 2 адам қалып отырмыз. Солай ма? Менің естуімше Алматыдан 1 адамдар бар. Алматыдан 2 адамбыз біз. Екінші адам кім? Екінші адам Алма Қарашқызы. Ол кісі кәсіпкер, жас кәсіпкер. Ол кісі осы Алматы қаласының филиалының басшысы. Мен естіп отырмын, тағы да бір Ерлан бар, Асқар бар, Иманалиев, тағы басқа. Олар бәрі Алматыда тұрады. Алматыда тұрады олар. Бірақ олар политбюроның мүшелері, ол сол политбюро арқылы сол орталық. Демек олар Алматы қаланың тұрғындары емес пе? Тұрғындары. Жарайды, олар нетпей қойық. Мәселе басқада болып тұр ғой. Қараңыз, мына сіз айттың, жас кезінде Нұр Отанда істеп, Жас Отанда істеп, белсенді түрде активист болдық. Сен өзінің бір какой-то бір жеке бастың жауапкершілігін сезбейсің бе? Қаңтар кезінде кімнің офистері өртенді? Нұр Отанның офистері өртенді. Сен сонда сол үйге жүгіріп жүріп, жастарды Нұр Сұлтан, Қазақстан деп бақыртып, сен де сонда жүрген шығарсың сол араларында. Сұрағыңыз өте тамаша сұрақ екен, рахмет. Негізі мен студент кезімнен бастап ол қоғамдық жұмысқа араластым. Үлкен ағаларымыз кеңес берді, бар, көр, үйрен деп. Үлкен саяси мектеп болды. Бізге енді ол кезіндегі кеңестік дәуірден қалған соның мұрагер партияларының бірі ғой енді. Үлкен әкімшілік күші болды, үлкен қаржылай күші болды, сонда үлкен мектеп. Мен алғашқылардың бірі болып сол партияға кірген болатым. Одан кейін жазғы мектептерін өттім, саяси мектептерін өттім. Өте үлкен сондай азамат ретінде қалыптасуға, маман ретінде қалыптасуға септік өте көп тиді. Ол жерде де ұстаздарымыз бар, өте үлкен. Зарюш Маналиевна мен әріптесім. Ол кісі өте сондай, Аманжолова депутат болды ол кісі. Осы мына бергіде Станислав Конкуров бар мысалы. Оның өзі енді менден қатты жасы үлкен болмаса да, үлкен тәжірибесі бар сондай жігіттер. Нұр Отанда белсенді қызмет атқардым, бүкіл кеңестердің құрамында болдым. Алматыда Жас Отан жастар қанатын басқардым. Менде алғысымнан басқа айтарым жоқ, негізіне келе. Енді ол үлкен саясат қой. Қаңтар бойынша, менің ойымша, қаңтар мәселесі өте күрделі. Оған менің ойымша әлі саяси толыққанды баға берілген жоқ деп ойлаймын. Енді ол жердегі мәселелер бізде жабық есікте өткеннен кейін, мен оған нақты айта алмаймын. Оларша сен жауап бере алмайсың, әрине. Бірақ мысалы қазір содан кейін аманат болды. Енді аманат өз-өзін харакири жасап, әділет партиясына кіріп отыр. Сен неге әділетті емессің? Байтақта не істеп жүрсің? Сұрағыңызға рахмет. Енді осы сұрақты көп қояды маған. Сен енді Нұр Отанда жүрдің, кейін аманатта жүрдің, не бір уақытта байтақ болып кеттің деп. Енді мен осы соңғы жылдары айтпайсың ба? Мен ояндым деп. Жоқ, мен енді нақты ұрандатудан өзім шаршадым, шынын айтса. Содан кейін де шығар бір жағынан кеткенім. Аманат партиясында осы соңғы жылдары мен Бостандық ауданында политбюро қызметінде атқардым. Политбюроның шешімімен, мен өз еркіммен өтініш беріп шықтым. Себебі мен өзімнің біраз тәжірибе жинағаннан кейін өз саламда осы өзімнің денсаулық сақтау жүйесінде өзімде үлесім қосқым келді. Сондықтан осыған басымдылық беретін осы Байтақ партиясымен де бағдарламасымен таныстым. Мен үшін ол қызық болды, және өзімнің басқа да партияда алған тәжірибемді осы Байтақ жас партия болғаннан кейін осы жерде де мен өзім үлесімді қосам деп соған келдім. Айтасың Байтақ жас партия деп. Әрине ол тіркелгеніне бірнеше жыл болды. Бірақ Байтақтың ішінде жастар көп пе? Или көбінесе шалдар ма? Рахмет.
енді шалдар деп айта алмаймын, ақсақалдар деп айтасыз ғой. Негізі ол жерде орта буын көп, бірақ жастарда баршылық. Мысалы, бізде 47 адамның жартысынан жуығы жастар. Сондықтан мен Жасылдар партиясын жастар деп айта аламын көбісін. Орта возраст деді қандай? 40-45 шамасында. 45-те 44-те 5 ба сондай болып қалады, орта жас. Мен ойымша ол нағыз еңбек ететін, нағыз кемеліне жетіп, жаңа алды-артын бағып, сондай бір кемелденген жас деп есептеймін. Сондықтан солай. Нағыз осы 40-45 жас шамасында өзінің мамандығының, өз саласының маманы болып, соған еңбек ететін жас деп есептеймін. Жақсы. Енді дәрігерсің ғой, дәрігерге үйрендің, сол жерде сол салада жұмыс істедің қанша жыл. Көбінесе бізде дәрігерлер әйелдер, еркектер бар, бірақ аздау. Сонда қалай ойлайсың, мына Байтақ партиясының әйелдер қолдауға қандай себептері бар? Соларға сөз таба аласың ба? Мысалы, мына камераға айт, әйелдер, дәрігерлер Байтақ үшін дауыс беріңдер, хватит, мына өмір бақи Нұр Отан аманатқа дауыс беріңдер, енді әділетке бермей Байтаққа беріңдер. Айта аласың ба? Айта аламын, әрине. Құрметті біздің арулар, әйел адамдар, біздің аналарымыз, әпке қарындастарымыз. Енді әйел адам әрқашан халықаралық әйелдер күнінде бізде наурыз айында ғой. Бәрі көктеп, сондай бір керемет шуақты күнді, сондай мейрам ғой. Сондықтан әйел азаматтар әрқашан бір жаңалыққа жақын, бір жақсылыққа жақын. Енді біз ер азаматтар көбінесе жұмыстамыз ғой. Біздің балаларымызбен, біздің ошағымызды ұйытып, соның түтінін жағып отыратын осы біздің әйелдеріміз, осы қыздарымыз. Осы біздің балаларымыздың не жеп жүр, не ішіп жүр, олар немен ойнап жүр. Көбінесе сол әйел адамдардың мойнында. Сондықтан әйел азаматтарына айтатыным, енді сол кісілер жанашыр, бала деп тұрады әрқашан. Сол кісілер ары қарай осы отбасылық құндылықтың бір сақтайтын тірегі деп мен өзім есептеймін. Өйткені ол кісілерде жүк көп. Ал осы саясатта немесе бизнесте жүрген, кәсіпкерлікте жүрген әйелдер тіпті жұмысы өте, бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлем тербетеді деп бекер айтпайды. Сондықтан әйел азаматтары Байтаққа дауыс беріңіздер, себебі Байтақ ол таза ауа, таза су, таза жер үшін, біздің дені сау ұрпақ үшін. Енді жалпы осының үшін. Жақсы. Тағы да менде сұрағым бар онда. Бағана СМС істедік қой. Мысалы, Құдай сақтасын аурудан, бірақ кейде барып қаласың ғой, мен ай сайын төлеп жүрсен де бармайсың, Әйтеуір бір күні бірдеңке дәрігер болғанда бардым. Айтпай-ақ қойын, поликлиника айтақшы, мен бір Фейсбукта жазып едім, дәрігерлер шулап жазбаңызшы біз туралы деп. Бардым. Ол айтады, сізге осыны өту керек дейді. Бірақ кезекке тұрсан, 2 жұмадан кейін мен айтамын, қызықсыңдар, мен келсем бүгін келіп тұрмын, ауырсам бүгін ауырып тұрмын. Мен сендер очередь кеп 2 жұмадан кейін барғанда оның қажеттілігі де жоқ болып кетеді ғой деп. Соны мыңдаған адамдар айтып отыр. Керек кезде бармайды, бірақ керек болса платное отделение, соған ақша төлеп сөйтіп дейсің деп. Сонда поликлиникада істеген адамдардың кішкене кейде ойлаймын, мыналардың ар-ұяттар бар ма жоқ па? Бүкіл медицина саласы болсын, білім саласы болсын, олар біздің халықтың салықпен біздің халықтың ақшасын істейді ғой. Соны неге түсінбейді? Енді басымдыға тиіп, ауырып барып, қиналып барған кезде неге көмектеспейді? Неге туда-сюда нетіп, тағы да бізден ақша тапқысы келеді? Кезінде бір 10-15 жыл бұрын бір дәрігер ұсталынды ғой, видеода крутите деп, главный врач, қалқаманный врач, крутите клиентов деп. Сол рас қой? Не айта аласың ол туралы? Сұрағыңызға рахмет. Енді мен бір идеализировать етпеймін, мәселе көп, әрине, мәселе өте көп, әсіресе осы сақтандыру жүйесі бойынша. Ол сақтандыру жүйесінде 9 ай толғатып осы жүзеге асты ғой. Оның алдында да бір сақтандыру жүйесі болды, оны аяғы білесіз қалай аяқталғанын. Енді мына осы сақтандыру жүйесі әрине көптеген қазір реформаға ұшырап жатыр. Ол қазір Минфинға берді.
бұрын денсаулық сақтау жүйесінде болды. Ол тек енді банк ретінде қызмет атқарады деп жатыр, бірақ оның надзорный тексеретін орган қазір Минздравқа берейін деп жатыр. Негізінен қазір ақырындап жүйеленіп келе жатыр. Бірақ медициналық мекеме қолжетімділік әрине бұдан да жақсы болса екен деп сондай халықтан көп естиміз бізде. Бізде бір жақсы сөз бар: за африканские деньги хотим немецкую медицину деп, сондай халық арасында, сондай біздің мамандардың арасында да айтады сөйтіп. Шын мәнісінде денсаулық сақтау жүйесінде өте қаражат жетіспеушілігі байқалады. Оны ешкім жасырып отқан жоқ. Оны қаражат жетіспейді? Қаражат жетіспейді. Дамыған мемлекеттерде ол ВВП-ның 8-10%-на дейін жетеді. Жалпы түсім көрсету. Жоқ, анау еще Назарбаев президент болған кезде әрбір, мен мысалы, мен өзім жұмыс бабымен Қазақстанды аралап жүрген адаммын. Кейбір мына ауданға барсан, ол айтады, сатып алдық дейді, жоғарыдан жіберді, тоғылған жап-жаңа оборудование тұр, бірақ целлофанмен жабық. Неге десең, сол оборудованиеда істейтін адам жоқ, маман жоқ дейді. Оны тауып, бір жаққа жіберіп, оны оқытып, сонан кейін сол МРТ болсын, басқасы болсын, сонда істейді деп. Демек, сол кезде миллиардтаған ақша бөлініп, тіпті алыс ауылғандарға дейін сол керекті оборудование алып келген. Мен оны айта алмаймын, ақша бөлінбеді. Бөлінді, көп бөлінді. Қазір қайта бұрынға қарағанда қазір кішкене азайды. Ол рас. Бірақ неге азайды? Өйткені былай қарасан, ол көп жерде керекті бәрі бар. Енді денсаулық сақтау жүйесі ол тек қана оборудование емес қой. Ол жерде қызметкерлердің жалақысы бар, ол жерде әртүрлі жүйелі мәселелер бар. Сондықтан біз оны тек қана жаңа оборудование алып келіп, ол пакетте тұрды деп баға бере алмаймыз. Себебі қазір бізде маман жетіспеушілігі бар, бір. Екіншіден, мамандардың мемлекет бойынша жетімділігі әртүрлі. Бір өңірде қарапайым маман жетіспесе, бір өңірде керісінше профицит, ол жерде көп. Мысалы, Алматы қаласында медициналық мамандар белгілі бір бағыт бойынша өте көп. Ал балаларға қатысты дәрігерлер Алматының өзінде тапшы. Одан кейін жекеменшік клиникалар бар. Көп дәрігерлер сол жақта істейді. Олардың услугалары жақсы болғаннан кейін, жалақысы көп болғаннан кейін. Мен де енді мемлекеттік мекемеде істедім ғой. Мемлекеттік бірнеше ауруханада емдеу ісі бойынша басшының орынбасары болдым. Ұйымдастырушылық бағыт бойынша орынбасары болдым. Мен де ол мәселені іштен көрдім. Шын мәнінде де кезек болады. Бірақ кезекке бізде мүмкіндіктер бар. Электронды тұруға болады. Кейде құр сұрау, бір мәселені біліп алу үшін, сұрау үшін ғана кезекке тұратындар болады кейде. Мысалы, скоройды алып қарасақ, жедел жәрдемді алып қарасақ. Жедел жәрдем, мысалы, Алматы қаласында 4,000-ға дейін, 4,500-ға дейін күніне вызовқа барады. Күніне. Оның былай қарап отырсаң, мен қазір нақты айта алмаймын, бірақ бір 10-15% кемінде ложный вызовтар. Категорияға сәйкес келмейді. Немесе өзі шеше алатын мәселеге скорый шақырады. Мысалы, шетелдерде қалай? Кез келген 40-тан 45-тен жас асқан адамның холодильнигінде оның артериялық қысымы тұрады, өзінің нормасы тұрады, өзінің қанын өлшейді. Бізде қазір көшеге шығып сұраңыз, 10 адамның 8-і өзінің қан қысымын білмейді, өзінің қантының деңгейін білмейді. Сондықтан ол денсаулық сақтау жүйесіне деген қысым үлкен. Демек, сіз қазір денсаулық мәдениеті жайында, бүкіл қоғамдағы денсаулық мәдениеті төмен деңгейде деп тұрсыз ғой. Иә, жылдан жылға енді ол мәдениет өсіп келеді, себебі оған инфраструктура қосымша келе жатыр. Мысалы, жаңағы центр активный долголетие дейді. Қарттармен егде жастағы адамдарды қайта қоғамға, қайта оларды әлеуметтендіру, оларды физикалық белсенді қылу, психикалық белсенді қылу, сол бағыт бойынша үлкен жұмыстар бар, бағдарламалар бар. Одан кейін біздің парктеріміз бар, басқасы бар, мүмкіндіктер бар. Бірақ бізде тағамды таңдау, қолдану, тамақты культура потребления дейді ғой. Сол төменде. Кез келген қазір үйге қайтып бара жатып, көшеде кетіп бара жатқан адамдардың қолында қандай сусын ішіп жүр, өзіңіз байқасаңыз, өте сондай өкінішті мәселе. Дұрыс айтасың, бірақ тіпті басқа тақырыпқа кетіп қаламыз. Не себептен мемлекет қызыл бар тәтті сусын, айтпай-ақ қойын фирмасын, көк бар тәтті сусын Америкадан келгені белгілі, тағы да басқа сусындар бар.
мына сладкогазированный напитки дейді ғой, олар бәрі денсаулыққа зиян. Тіпті мына бір маймылдың атын қойған энергетик дейді ғой, ол мен естуімше бір жыл бұрын ба, бір 23 жасар қыз бірнеше жыл ішіп оны атқадан тесіліп кетті. Сондай оқиғаларды жиі естіп тұрам. Жастар ойланбай сол энергетикті шебереді. Сол саласында неге мемлекет тосқауыл қоймайды? Сіз Байтақ партиясы сол туралы сіз бағдарламада бар ма бірдеңке? Әрине, ол өте өзекті. Қазір көптеген блогерлер қазір шығып жатыр. Мен күні кеше ғана жаңада келе жатқан кезде бір блогерді көрдім. Ол нақты атын атап түсін істеп көрсетіп жатыр. Енді ол білмеймін, зардабы қалай болатын ол кісіге. Енді бұл жерде айтатын үлкен енді экономикалық, ол жерде бұл да енді бизнес қой, үлкен экономика тұрар жағында. Бірақ қоғам болып оның ауыр тұстарын, оның денсаулыққа зиян тұстарын біз көрсетуіміз керек. Оны қалай көрсетеміз? Оны біз дәлелдеуіміз керек, дұрыс па? Ол зиян деген құрғақ ауыз сөз, ол былай айтқан кезде мимо ушей, ол ешкім қыстырмайды ол сөзді. Оны нақты мамандар керек, эксперттер керек. Оны зерттеп, 10 мың адам, немесе 1000 адам, 500 адамның денсаулығын зерттеп, динамикасын қарап, нақты бір-екі мақала жазып, сол мақаланың негізінде ұлттық бағдарламалар қабылдап, сөйтіп қана тосқауыл қоя аласың. Ал қалай тосқауыл қоямыз? 98 депутаттың біреуі ғана Гүлдар Алданышына ғана депутат мысалы. Ол мәселені жетесіне сонда сен өзің болған Нұр Отан партиясында неге олар осыны заңды қабылдайтын билік партиясы? Бұрын Нұр Отан, Аманат. Солар ғой істеп отырған. Сен сол жерде істедің. Мен саған тиісейін қазір. Сен дәрігер болып жоғарыда қайтпайсыңдар ма? Не істеп отырсыңдар? Халықты қорғау, денсаулық осындай, статистика осындай, мына сен осындай аурулар келтіреді, мына ұрпаққа әсер етеді, тіпті ұрпаққа әсер етеді дейміз. Қазір анау 90 жылдар кішкентай бала болған адамдар өсіп, сен сияқты 35-40-қа келген адамдар болды. Олардың көбісі демей қойын, біраз пайызы белсіздік. Тек қана қыздар емес, жігіттер белсіз. Ана баласы кішкентай кезден памперс кидіреді, ол жалқау жаман сөйтіп бір қой, жалқау ана дейік, баласына қолысына сотқа беріп қойды, мә жыламасын деп бұтына памперс киеді, содан кейін біраздан кейін өседі, байқұс жігіт, кінәсі жоқ, бірақ ұрығы дұрыс демейді, сапасы төмен, әке бола алмайды. Ол трагедия ғой. Өте дұрыс айтасыз. Сонда қазіргі сендер неге оны насихат жұмысын, ағарту жұмысын өткізбейсіңдер, памперс зиян екенін? Өте жақсы сұрақты қозғадыңыз. Осы мәселе шын мәнінде Байтақ партиясының күн тәртібінде тұр. Үлкен мәселе болып. Өйткені жаңа айтып отырған сусындар, айтып отырған желілер, атын атамайтын, жаңа әртүрлі тәтті мектептің қасында үлкен қылып жарқыратып ашып қоятын әртүрлі дүкендер. Олардың бәріне міне бірінші күні біз барып араладық. Айтып отырмын ғой, оның жартысының құжаты жоқ. Енді біз қалай ойлап отырмыз? Біз ойлап отырмыз осындай белсенді түрде жүйелі, постоянно дейміз ғой, үнемі мониторингті топ құрамыз Байтақ партиясының ішінде. Ол топ қазір жұмысын бастап кеттік. Бірінші күні біз бірінші қылып оны аралап келдік. Осы топ қазір жүйелі түрде аралайтын болады. Жүйелі түрде аралап, оны бізде Байтақ партиясының жанында ғылыми кеңес бар. Ол әртүрлі сала мамандары бар оның ішінде. Осы ғылыми кеңеске осы мәселені біз шығарамыз. Осы ғылыми кеңес оған ғылыми баға береді, сараптайды оны, әртүрлі тәуелсіз зертханалармен қарап, оны біз үлкен деңгейге жеткіземіз. Бұл мәселе сол. Байтақ партиясы неге құрылтай өту керек? Бұл тек қана бұл сусындар мәселесі емес. Осындай өте көп мәселе бар. Оны жетесіне жеткізіп, осындай зерттеу жұмыстарын жүргізіп, осы мәселені біз тиісті деңгейде көтеруіміз керек. Бұл сол үшін біз мына қазір күнделікті сайлаушылармен кездесіп жатырмыз. Олар да бізге айтады, сіздер не істейсіздер деп. Біз айтамыз, біз өз мойнымызға жаңа обещание дейді ғой, біз өзімізге бір уәде алмаймыз. Біз уәде береміз. Тынбай жұмыс істеуге уәде береміз деп айтамыз. Осы мәселені көтеруге уәде береміз. Осы мәселені тиісті деңгейге шығаруға біз уәде береміз. Сондықтан қазір осы мәселелерді бағдарлама ретінде біз қазір дайындап қойдық. Алла бұйыртса, құрылтайға өзіміздің ойлап отырған деңгейге жетсек, мөлшерге, онда осы мәселенің бәрін көтереміз. Егер жетпей қалып түрлі әртүрлі мәселелермен өтпей қалғанның өзінде де біз осы мәселені міндетті түрде тиісті жауапты органдарға хат жүзінде жолдаймыз. Ол міндетті түрде. Жақсы, тағы бір сұрақ болып тұр.
енді дәрігер болғаннан кейін ковид болды ғой, ковид бүкіл әлемдік індет болды да, сол кезде әртүрлі теория шықты. Иә. Қолдан жасалған биологиялық қару дегендей. Өйткені Қытайдың өздерін өмір бақи летучая мышь деді ғой. Соны яғанат, соны қуырып жейтін, ауырмайтын. Енді аяқ астынан неге ол ауру бастады деп, соны базардан тарады деп, Уханьда базардан тарады деп. Соның бәрі неше түрлі деректі фильм шықты, неше түрлі материалдар жазылды. Америка құрама штатында 2010 жыл лаборатория жарылып, мың адам өліп, сонан кейін олар алды сол лабораторияны Уханьға көшіргізіп, соның бәрін жасап, қандай ондай жұмыстар лабораторияны өткізгенін бәрін, кім-кімге нетті, қалай ол лаборатория базарда атыс боп, агенттер қуып, соны ампула жарылып, індет тарап кетті. Соның бәрін оқығам. Айтсақ, теория заговора дейді, конспирология дейді, демек шындықты айтқызбайды. Көрдіңіз бе? Дәрігерлер сол туралы не ойлайды? Енді бізде дәрігерлер енді көбінесе көзімен көріп тұрған нәрсеге сенеді ғой. Енді құлағымен емес. Өйткені бізге науқастар түрлі нәрсе айтады. Бірақ біз оның анализіне қарап, біз оның өмір тарихы, ауру тарихын қарап, соны қосып, сараптап, жүйелеп айтамыз. Өйткені дәрігердің негізгі мақсаты оған зиян келтірмеу. Ал қалай зиян келтірмейміз? Кейде адамның өз-өзіне зиян келтіреді. Әртүрлі алып қашпа, мысалы, маған қазір науқас келеді, 10 күн бұрын дайындалады терапияға. Бір күн қалған кезде бізде температурамыз болды, мынау деп айтады. Бірақ ол бір апта бұрын біліп отырған оны. Сондай мәселе ғой. Сондықтан бізде ғана емес, бүкіл әлемде дәрігерлер тек қана доказательная медицина дейді ғой. Тек қана дәлелденген ақпаратпен жұмыс істейді. Және жүйелі өзінің клиникалық ой санасын қосып, қолындағы бар материалдарды қосып, сөйтіп оған диагноз қояды, немесе емдеу жұмыстарын жасайды. Енді мен де оның түрлі вариантын көрдім. Одан ковид кезінде түрлі емдеуде тәсілдерін көрдім. Бағанағы бөдененің сорпасынан бастап спиртті иіскеп жүргендерді де көрдім. Оның әртүрлі қосымша Қытайдан алынған өзі түсінбейтін дәрілерді ішіп сөйтіп емделіп жүргендер болды. Енді оны айта берсең өте көп. Инвагирейшіп и так далее. Иә, ол өте көп болды. Бірақ енді біз дәрігерлер ретінде, біз ол енді менде лабораторияда да біраз әріптестеріміз істейді. Біз оны вирустың структурасын білеміз, вирус қалай әсер ететінін білеміз. Өкінішке орай бүкіл әлем дайын болмаған сияқты, біз де дайын болмадық. Жоқ, вакцина жасады ғой. Иә. Онда Pfizer болсын, Moderna болсын, ресейлік спутник болсын, сонда айтады ғой. Негізі бұрын қалай вакцина дайындалады? Вакцинаны бірінші вирусты выделять етеді. Сол вирусты алады, посев жасайды. Сосын посев жасаған оны қарайды. Оған бірнеше жыл кетеді. 4 жыл. Сосын соны неткеннен кейін оған антивирус жасайды, дәріні қарайды. Оған тағы бірнеше 1-2 жыл кетеді. Сөйтіп қарап, салыстырып, сөйтіп вакцина дұрыс па, дұрыс емес, әсер ете ме деп кетеді. Мынаның 3 айдың ішінде Moderna мен Pfizer шығарды. Сонан кейін 6 айдың ішінде спутник шығарды. Сонда айтады, РНК, мен көрерменден кешірім сұраймын, бірақ дәрігермен пайдаланып отыр, сұрап отырды. Сонда айтады, остаточный. Сонда Гинбургқа бірінші айтты ғой. Спутник деді, бірінші. Вакцина алған адам ауырмайды деді. Бірақ алды, бірнеше айдан кейін ауыра бастады. Сонда айтты, екінші. Вакцина алған адам ауырады, бірақ жеңіл түрде дейді. Сосын адамдар қатты ауырды. Сонда айтты, Гинзбург, мен әдейі жинап жүрдім. Қатты ауырса да, бірақ өлмейді деді. Сосын 1 жылдан кейін адамдар, вакцинирован адамдар өле бастағанда, олар не айтарын білмеді. Сосын айтты, тағы да екінші вакцинация керек деді. Сосын тексерсе, ноябрьде, декабрьде жасаған вакцина март-апрельде ізі жоқ екен. Сонда ол айтты, клеточная память деді. Сонда клеточная память. Көрдің бе? Неше түр не деді? Ақтау үшін. Өйткені бірінші сынаған адамдарға олар жауап берген ақталды ғой. Сонан кейін уақыт өте, жарты жылдан кейін, 1 жылдан кейін бүкіл өтірік шыға бастағанда олар не айтарын білмейді. Просто спутник, Гинбург, негізі американский басқаларда бірдеңке деген шығар, оны зерттесен, Гуглда бәрі табылады. Мен соны просто айтып отырмын да, өзім негізі мен медициналық журнал шығарған адам ретінде
сол үшін осының бәрін бақылап жүрдім, қарап отырдым. Мен осы тұста айтып кетейінші мына вакциналар бойынша. Енді бұл өте сондай провокационный бір жағынан, екінші жағынан өте сондай бір әлеуметтік чувствительный тақырып қой. Бірақ айтайын деген, мен енді өз көргенімді айтайын. Мен осы ковид кезінде қайнаған ортасында болдым. Мен инфекционный стационарда болдым, 3-ші категорияда. 70-80% өкпенің жаңағы зақымдануы сондай деңгейдегі 90%, 95%-дағы науқастар болды. Сондайлармен жұмыс жасадық. Мен өзім алғашқылардың бірі болып, мен қасымда 3-4 адам, 5 адам бірінші болып, біз вакцина алдық. Вакцинадан кейін бізде әрине ол реакция берді. Кішкене температура, ол естественный реакция болды. Кейін мен бүкіл волнасында жүрдім, одан кейін ауырған жоқпын. Одан кейін мен өзімде, менде реанимацияда болған, және менде ауырған пациенттерге анализ жасадым. Өйткені көп сұрақ. Менде үйдегілердің өзі сұрайды, енді әке-шешем де сұрайды ғой. Осы оларда да өздерінің чаттары бар ғой. Оларға да жазып жатыр ғой неше түрлі. Анаумен емделдім, мынаумен емделдім деп. Сөйтіп мен өзім атам 85-тегі атамның өзі ауырып қалды. Оның өзінде менде барып системамды капит етіп шығарып алдым, былай айтқан кезде. Сонда алып қашпай әңгіме көп, сұрақ көп, көбісінде түсінбеушілік. Сонымен қарапайым анализ жасадым. Мен алдымда, мысалы, 500 адам менде өткен, осы 500 адам деңгейін қарадым. Реанимацияға түскендердің қанша пайызы вакцина алыпты деп. Сонда қарасам, вакцина алмағандар 95% вакцина алмағандар реанимацияға түсті. Мен нақты мысал ретінде айтамын. Мен ешқандай ол жерде менің андайым жоқ. Өткізіп қойған ештемем жоқ. Мен нақты цифраны айтып отырмын. 95% ол вакцина алмағандар реанимацияға түсті. Сіз қай жылы айтып отырсыз? Мен 20 жыл ол көп бізде мартта келді. Март айында. Ең бірінші әрине ол 20 мартта вакцина да болмады, ешкім вакцина алмағанда. Сен соны айтып отырсың ба? Жоқ, мен 3 волнасында да болдым, өзі 3 волна болды. 21, 22, 23 айтып отырсың ба? Жоқ, 23 емес, 23-ке дейін жеткен жоқ. 19, 20, 21, 22-інде охват жасады. Осы уақыттарда болдым мен. Бүкіл волнасында осы соңына дейін мен болдым. Соңына дейін болдым, көрдім, өте қиын. Бірақ мен сол кезде өзімнің әріптестеріме де риза болдым. Күні-түні 24/7 жұмыс жасадық. Бірақ өкінішке орай көптеген адам сенген жоқ, той болды, өздеріңіз білесіз, әлеуметтік желіде көріп отырдық, тығылып той жасап жүрді. Сол адамдардың бәрі кейін бізге науқас болып түсіп жатты. Ол енді факт енді. Жоқ, індет бар екен, ол рас. Бар, иә. Оны біреу жасағаны рас. Ол табиғат, мен табиғи жолмен келді деп сенбеймін. Ол біреу істеген. Биологический оружие деді ғой, биологиялық қару. Просто байқаусыз ба, или байқамай ма, или әдейі түрде ме. Өйткені қарасаңыз, 2015 жылы Билл Гейтс конференция сөйлегенде тура коронавирустың несін доклад жасады ғой. Доклад жасағанда өзі көрсетті. 2015 жылы. Ол бәрі желіде бар, көрсеңіз. Олар алдын ала бәрін айтып отырған. Осындай коронавирус келеді, осындай болады деп. Бірнеше жылдан кейін келді. Киноларды көрсетеді, ол баяғыда шыққан бір киноларды. Ол бәрі рас қой. Демек, ол болған жоспарда. Адам саны 8 миллиардқа жетті, адам санын азайту керек деген. Бірақ оны айтсаң айтады, ой, сенікі конспирология дейді, демек сен типа ненаучно. Жоқ, ол сіз айтып отқаныңыз дұрыс, мен қай жағынан дұрыс деп айтайын. Бұл тарихи заңдылық. Өйткені өзіңіз қарап отырсаңыз, тарихқа қарасаңыз, бір белгілі бір жылдар өткенде үлкен эпидемия болып, біраз қырып кетеді. Испанкамыз бар, басқасы бар деген сияқты, ол сөйтіп отырады өзі. Былай айтқан кезде биологиялық өзі тазарту деп айтайыншы, сондайдан өтіп отырады. Бірақ борсықты ұрған сайын семіреді демекші, ол вирустарды да, мысалы бізде науқастарға береміз. Мысалы, көрермендерден сұрайын, сіздердің үйлеріңізде аптечка бар ғой? Бар. Сол аптечкеде дәрі бар ғой? Бар. Ол дәрі не үшін тұр жүрді? Сіздер артық дәрі алғансыздар ма? Жоқ. Сіз дәрігер жазған дәріні ғана аласыз ғой. Демек, ол дәрілер аяғынан ешілген жоқ. Демек, ол процедура аяғынан біткен жоқ деген сөз. Бізде де үйде бар, менде аптечканың арасында алып жаңартып отырамын. Сонда 2 таблетка ішілген, қалғаны жоқ. 3 таблетка ішілген, қалғаны жоқ. Кейбір дәрілер. Жоқ, ойымды айтайын. Негізі қан қысымы, левомицетин мысалы, іші ауру. Жоқ, мен оны айтып отқан жоқпын. Левомицетин, антигриппин, оны айтып отқан жоқпын. Мен нақты хроникалық аурулар бар ғой, созылмалы аурулар бар адамдарды айтып отырмын. Ол қалады. Мен мысал ретінде айтып отырмын да. Демек, нені айтайын деп отырмын. Олардың көбісі ол наногах дейді ғой, наногах переносить етеді. Өзінің схемасын до конца, схема лечениясын емдеу тәсілін аяғына дейін орындамайды. Сөйтіп, ана вирус семірте бастайды. Ана вирус одан ары күшейе бастайды. Сөйтіп, ол супервирусқа айналады.
бұрынғы антибиотиктер баяғы заманның антибиотиктері. Қазір түкке тұрмайды қазіргі вирустардың алдында. Саясатқа қайтайық. А то мен сенімен тағы да бір Иә. үлкен бір дау айта аламын. Өйткені бірінші қысқа 30 секундте. Бірінші толқында үлкен кісілер, ақсақалдар, үлкен кісілер, шалдар, апалар өлді. Сонан кейін жастар, содан Италияда ма 16 жасар 16 жастағы қыз бірінші ауырды ғой, бүкіл әлем айтты ғой. Әлемде бірінші 16 жасар қыз ауырды деп. Сөйтіп көрдіңіз бе? Екінші болса микрон болды, тағы болды. Сол вирустың не бір модификациялар келе берді де, неге? Сосын мына кішкентай нәрестеге дейін жетті. Онда әңгімемізде енді қызық болып жатыр, бірақ көрерменге де қызықты болсын да, өзіміздің саясатқа айтып келейік. Жалпы мына Байтақ партиясын мен бірнеше адамдармен сөйлестім, олардың позициясын көріп отырмын. Енді Байтақтың арасында дәрігер болғанына мен ризамын. Парламентте кім керек? Дәрігер керек, геолог керек, мұнайшы керек, инженер керек, зауытта істеген адамдар керек. Демек, олар мына өндірісті білетін, денсаулықты білетін, білім саласын білетін адамдар керек деп ойлаймын. Өйткені заң арқылы Қазақстан болашағы, Қазақстан өмірі, өндірісі, экономикасы құрастырылады деп ойлап отырмын. Сол сізге жақсылық тілеймін. Ал енді құрметті көрермендер, осы видеоны қараңыз, мұқият қараңыз, комментарий жазыңыз, таратыңыз. Өйткені бүкіл қазақ еліне маңызды парламентте жазылған заңдарда біздің денсаулығымыздың сапасы қандай болады, біздің болашағымыз қандай болады, біздің балаларымыздың өмірі қандай болады, ол заңға байланысты. Сонда заңды жазатын осындай білімді жас, көзі ашық түсіндім, мен әдейі сынадым қатты, жігітті жан-жағынан тиістім, бәріне дұрыс жауап берді. Осындай азаматтар керек деп ойлаймын. Бәрден рахмет. Ал енді сіз? Құрметті көрермендер, құрметті сайлаушылар, болашақ үшін, таза ауа үшін, таза жер үшін Байтақ партиясына дауыс беріңіздер, келіңіздер. Біз списокте бюллетенде 3-ші болып тұрмыз. Бізге дауыс беріңіздер. Біздің еліміз Қазақстан өркендей берсін, дами берсін. Жасылдар Байтақ партиясы алға. 23 тамызда сайлау учаскесінде сізді күтеміз. Үйде отырмай, өз дауысында ұрлатпаңыз. Белсенді, нағыз азамат болыңыз. Аман болыңыз. Жақсылықта кездескенше. Рахмет.